Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге небәрі бір заттан жасалатын осындай керемет балмұздақтың жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Жасалуында еш қиындығы жоқ осындай керемет балмұздақты сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Олай болса, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен бізге банан керек. Ол бананды осылай қабығынан ажыратып, жақсылап турап аламыз. Туралған бананды контейнерге салып, мұздатқышқа салып қатырып аламыз. Яғни морозилікке 2-3 сағатқа қойып алу керек. Банандар осылай қатып, мұз болып шығады. Енді бізге блендер керек болады. Осы блендерға барлық бананымызды саламыз. Қақпағын жауып, блендерді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Арасында осылай қасықпен араластырып тұрыңыздар. Біздің балмұздақ дайын болды. Ол осындай қою қаймақ сияқты болып шығады. Енді дайын болған балмұздағымызды ыдысымызға салып аламыз. Қалауыңызша кез келген жеміс жидектерді қосып, дәмін өзгерте берсеңіздер болады. Таңқурай, құлпынай, қалаған жемістеріңіз салсаңыздар болады. Мен бір ыдысқа бананды өзін салдым. Екінші бір ыдысқа бір қасық какаоны қосып, шоколадный мороженое жасадым. Осындай керемет балмұздақтар шықты. Қалауыңызша әсемдеп қойсаңыздар болады. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.